қазақ бетпе-бет келіп тұрған барлық әділетсіздік, зұлымдық, теңсіздік, заңсыздық, құқы тапталу, нақақ сотталу, экономикалық құқы тапталу, адамдық құқы тапталу, өмір сүру құқы тапталу, тіл құқы тапталу, баспасөз құқы тапталу, барлық басқа саяси құқықтар тапталу, ол бір ғана себептен екен. Ол Қазақстанда зұлым, жауыз биліктің болуынан. Осы билік тұтас қазақ халқының бүкіл бақытсыздығының бірден бір себепшісі екен. Осыған көзіміз жетті. Көп адам мәселенің түп қайнарымен алысқанды білмейді. Олар ойлайды, әлеуметтік мәселелерді көтерейік, бүгін мынау жол мәселесі шешілмей тұр, соны көтерейік. Мұғалімдердің айлығын көтерсек, мұғалімдер пара алмайтын болады, соны көтерейік. Кеденшілерге 100 мың доллар айлық берейік, сосын кеден пара алмайтын болады. Полицейлердің айлығын, ресми айлығын 5 мың доллар, бейресми табыстарын 10 мың долларға жеткізейік, сосын полицей әділетті болады. Судьяның бүкіл заңсыз жеп алған ақшадарын біз тек оның бәрін заңдастырып, легалдастырып берейік. Шетелге байлығын ұрлап қашқан байлардың ақшасын тіркеп болды. Бұдан кейін ұрлап қашпа, Қазақстанға инвестиция ретінде салсаң, біз саған тиіспейік дейік, шешілсін деп. Сонымен ұры қазақтар енді инвестор болып келсін дейді. Бұның бәрі бекер сөз. Айтсам, аспандағы жұлдыз жетпейді санына. Айтсам, шашы бардың басындағы шашы жетпейді. Шашы жоқтың ақылы жетпейді. Бұл проблема бірінен кейін бірі, бір мәселеден кейін бір мәселе, ол жалғаса береді. Ал қазақ қашанғы бақытсыз өмір сүре береді? Қашанғы қазақ сорлай береді? Ол мәселелерді шешетін түбі бір соңғы нәтиже бар ма? Соңғы бір шешетін күш бар ма? Қазақ қоғамы бір дүниедегі бір кері кеткен қоғам. Қазақ тілді әлеуметтік желіні көріп отырсаң, жүрек жылытатын, көз қуанатын, адам бір разы болатын еш нәрсені көре алмайсың. Тұтас қоғам, жұмыссыздық, әділетсіздік, зарлаған, жылаған ел, қаңтарда қырылған ел, нақақ сотталған ел, 20 мың террорист. Қане, 20 мың емес, 20 террорист жоқ. Ал атқандар, қолы қанға малынғандар сотталған жоқ. Енді осы кезде көп адам бір нәрсені ойлайды. Олар осы зұлымдықпен күресудің жолы жаңағындай жеке әлеуметтік мәселені шешсек дейді. Бұл жерде бір нәрсені түсіндіріп алайық. Мәселе екі түрлі болады. Мемлекеттік, принциптік мәселе, өзектік мәселе, түбірлі мәселе, тамырлы мәселе, бастау көзі, түп арқасы, сол мәселе, ең принципті мәселе. Екіншісі жай ұсақ түйек, бәкін шүкін, балтай шалтай мәселе. Екі мәселе бар. Өзек, ол не? Өзек, ол мына биліктің зұлымдығы. Жаңағы бүкіл әділетсіздік. Балаңды, екі қабат әйеліңді докторға апарғанда, сол әйеліңді докторға апарсаң, докторлар пара бермесең, әйеліңнің туытын кешіктіретін укол салып қояды. Бала іште жатып өлсе өліп қалсын. Пара бермесең сөйтеді. Зұлымдық па? Зұлымдық. Докторға науқасты апардың. Пара бермесең, ақша бермесең, науқасты құр хлорлы калийді салып қойып, хлорлы натрийді салып қояды. Оның ауруын емдейтін ештеңе істемейді. Пара бермесең жүрмейді. Ақыры науқас өледі. Зұлымдық па? Зұлымдық. Енді қазір орган саудасын заңдастырғалы жатыр. Әрбір қазақ докторға барғанда бітті. Сені өлтіре салады да, бауыр бүйрегіңді Қытайға сата салады. Соған заң жасап жатыр. Шартсыз түрде сен қалама бауыр бүйрегіңді сатқалы жатыр. Енді әрбір өлген қазақтың енді бауыры бүйрегі орнында ма, соны тексер деп отырмыз біз. Қысқасы енді сен Құдай берген бауырыңа, Құдай берген бүйрегіңе, тағы басқа ішкі ағзаңа өзің ие емессің. Өкімет сені сойып, сатып жіберуге құқылы.
Енді докторхананы көрсең 40 километр алыс жүретін жағдайға келдің қазақ. Неге? Қазақстан билігі қазақтың мұнайын сатып болды, газын сатып болды, алтынын, күмісін сатып болды, титанын, уранын сатып болды. Сосын ең соңында егетін жеріне дейін сатты Назарбаев. Қаншама ұлан-ғайыр жерді Қытайға бере салды. Енді қазақты сатайын десе ештеңе жоқ. Енді қараса қазақтың ішін, әрбір қазақтың жас баладан тартып 50-ден төменгі былайғы қазақтың сау ағзасы, бауыры, бүйрек екен. Енді соны сатты. Қазір Қазақстанда ашық ақпаратта жоқ, бірақ анау ең шет қиыр қонып шет жайлаған небір ауылдың жастары жоғалып жатыр. Әсіресе жалғыз басты аналардың балалары жоғалып жатыр. Қайда кетті? Соңғы кезде неше түрлі аурумен докторханаға барған жап-жас қыз жігіттер өліп жатыр. Қайда кетті? Бауыры бүйрегі сатылып жатыр. Қайда? Қытайға. Қытай өзіндегі адам ағзасы саудасымен бүкіл дүние жүзін шошытып отырған ел. Артынан ол бизнесті Мьянмарға көшірді. Мьянмардағы қылмыстық топтарды Қытай коммунистері қолдан қаржыландырып, қару беріп, ең соңында Мьянмардағы қылмыстық топтары арқылы дүние жүзінен адам аулайтын жүйе жасап шықты. Мьянмарға, Тайландқа, Дубайға, Стамбулға жұмыс қалдырады, артынан Мьянмарға бір барып қайтатын тур сапар ұйымдастырады. Сосын Мьянмарға кірген қазақ бар, кірген адам бар, шыққан адам жоқ. Енді осы сияқты мәселені айтсам, мен отырам таңға жалғап. Бірақ осы мәселенің бірінші шешсең, екіншісі шығады, екіншісін шешсең, үшіншісі шығады. Ең сонда енші мәселе шығады, миллионшы мәселе шығады. Көп адамдар соның әрқайсымен жеке-жеке күрессек дейді. Біз осы арада бір принциптік нәрсені айта кетейік. Күрестің жалғыз ғана жолы билікті ауыстыру. Билік ауыспай жаңағының бәрі бекер, бәрі далбаса. Біреу жүр тіл мәселесін көтеріп. Мына зұлым билік тұрғанда тіл мәселесі миллион жылда шешілмейді. Біреу жүр баладардың құқы мәселесін көтеріп. Мына зұлым билік тұрғанда ол да миллион жылда шешілмейді. Біреу жүр әйелдердің құқы деп. Біреу жүр саяси құқықты талап қылып. Біреу жүр оқу ағартуды, білім беруді дұрыстайық деп. Біреу жүр медицина саласына реформа енгізейік деп. Біреу жүр қазақтың аты жөнін дұрыс жазайық, атындағы обасын, ебасын, инасын алып тастайық деп. Біреу жүр тіл тақырыбын көтеріп. Бәрі далбаса. Бір ғана тақырып, ол билікті ауыстыру.